Түркиядағы бұқаралық ақпарат құралдары 26 сәуірде Режеп Тайып Ердоғанды қолдауға арналған митингтің бәрі тоқталғанын, ал президенттің ауруханаға жатқызылғанын хабарлады. Аваз Турк басылымының хабарлауынша, Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Уайк ТВ және 7 арнаға тікелей эфирде сұхбат беріп жатқан кезде жағдайы күрт нашарлап, миокард инфарктісін алған. Қазір ол ауруханаға жатқызылған. Дәрігерлердің айтуынша, саясаткердің жағдайы қиын. Еске сала кетсек, Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Уайк ТВ және 7 арнаға сұхбат беріп, президенттік және парламенттік сайлауларды бағдарламасын таныстырып жатқанда өзін нашар сезінген еді. Оның өзі тікелей эфирге 1 сағат жарым кешігіп келіп, эфир басталғанда басы айналып, журналистің сұрағына жауап бере алмай үзіліс сұрауды өтінген болатын.